Қыздар, бізде келесі рецепт, ол бізде пирог, морковный пирог. Алдымен бізге 4 жұмыртқа керек. Бөлме температурасында тұру керек жұмыртқамыз. 350 грамм қант керек. Жақсылап енді қазір миксерлейміз. Миксерлеп болдық. Осындай болу керек. Бізге 200 грамм морковь керек. Қазір оны блендерда үлектеп аламыз, мынаның ішіне салып қазір. Міне осымен істеген удобно болады. Егер де сіздерде бұндай жоқ болса, теркадан өткізуге болады. Дайын. Қыздар 70 грамм грек жаңағымыз тоже блендермен ұсақтап аламыз. Осындай болу керек. 300 грамм ұнымызға 15 грамм разрыхлитель қосамыз. 2 грамм корица, 70 грамм жаңағымыз. $160 грамм өсімдік майын құямыз. Жақсылап араластырамыз бірінші. 2-3 минуттай араластырамыз. Қыздар, міне біздің формамыз жасадық. 24 сантиметр. Міне бұлай фольгамен орадық бәрін. Енді осының ішіне құямыз. Формамызға құйып алдық. Енді осылайынан тегістеп жүрейік. Енді глазур дайындаймыз. Так, бізге бір жұмыртқа қажет. 150 грамм осындай крем чиз. Үш минут шамасында миксерлеп алдық. Конденсерлік сылсыз керек. Осыған жаңағы глазурын саламыз. Осылайынан құйып шығамыз ішіне. Үстінен осылай жүргізіп өтеміз. Дайын болды. Осыны қазір енді біз қызып тұрған 180 градустағы духовкаға 35-40 минутқа қоямыз.
Пирогымыздың бетін әсемдеуге бізге 100 грамм полосатский шоколад керек. Так, 100 грамм шоколад, 50 грамм сливки, 33% болу керек. 50 грамм. Осыны енді микроволновкаға ертіп аламыз. Қыздар, міне микроволновкада ертіп алдым. Қазір пирогымыздың бетін осымен әсемдейміз. Қыздар, міне біздің пирогымыз дайын болды. Міне осылай әдемі болып көтеріледі. Так, енді оны бетіне шоколад жағамыз. Жан-жағына. Шоколадымызды әдемілеп жағып болды. Енді әркім өз фантазиясына қарай бұл жерде бетіне кокосовые стружки сеуіп жатырмын. Қыздар, біздің морковный пирогымыз дайын болды. Рахмет, ас болсын.